Астық толық жиналмай қалған күнде ол жағдай нан бағасына әсер етпейді. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков осындай пікірмен бөлісті. Айтуынша, биылғы астық орағы дихандар үшін оңайға түсіп жатқан жоқ. Солтүстік өңірлерде бидайдың тек 75-80% жиналған. Жиын терімді аяқтауға жауын-шашын кедергі келтіруде. Шаруа қожалықтары су болған астықты кептіріп, тазалаумен шаш етектен шығынға батып жатыр. Сондықтан үкімет қосымша 50 мың тонна жанармай бөліп, жеңілдетілген бағамен беріп жатқан көрінеді. Ал астығы бөлініп, жинай алмай қалған дихандарға өтемақы беру мәселесі әзірге қаралмаған сыңайлы. Министр шаруаларға астығын сақтандырсын деп кеңес берді. Болжам бойынша биыл 17 миллион тонна астық жиналуы тиіс. Министр Мамытбеков бидай аз жиналама деп алаңдауға негіз жоқтығын айтады. Ондай қауіп жоқ. Барлық астық толық жиналып, оған ешқандай күмән жоқ. Бірақ әрине ауа райына байланысты бұл орақ өте күрделі жағдайда өтіп жатыр. Қазір қанша пайыз жиналды? Бүгінгі күні әр облыста әртүрлі. Мысалы, солтүстік Қазақстан мен Ақмола облысында 80%-дан артық, Қостанай облысында 70%-ға жуық.